Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында өте нәзік әрі тәтті, өзіне адамды ғашық ететін шоколадты кекстер дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші жұмсақ сары майға қантты қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық май және де жұмыртқаны қосамыз. Және де бөлек ыдысқа ұнды, какао және де разғырық жеделді салып, осылай біркелкі етіп араластырып аламыз. Сосын біздің жұмыртқалы массаға сүтті қосамыз да біркелкі етіп бір араластырып аламыз. Одан соң біздің құрғақ ингредиенттерді осылай бірнеше бөліктерге бөліп, електен өткізіп саламыз. Қамырды толықтай жақсылап араластырамыз, ешқандай комок болмауы қажет. Біздің қамырымыз осындай сұйық және де біркелкі болып шығуы қажет. Одан соң плитка шоколадты осындай майда кубиктерге бөліп турап шығамыз. Одан соң қамырды ас қасықпен осындай силиконды формаға 2-2,5 қасық етіп құйып шығамыз. Одан соң шоколадты примерно 5-6 штукпен бөліп барлығына салып шығамыз. Одан соң қыздырылған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Біздің өте нәзік әрі тәтті болып шығатын шоколадты кекс дайын. Ас болсын.